Ұрланған ақша хикаясы. Рамазан айы келеді. Ауыл тұрғындары ораза ұстайды. Жаңа имамды олар кезектесіп ауызашарға шақырысады. Содан бір күні кезегі келіп, ауыл ұстасы да ел қатарлы имамды шақырады. Ұстаның әйелі ерінің сақтап қой деп берген бір шама ақшасын қонақ бөлмедегі шай ішуге арналған сөренің үстіне қойып, дастархан әзірлігімен жүргенде ол туралы ұмытып кетеді. Дастархан дайын болып, қонақтар асқа отырады. Ауыз ашылып, шай ішіледі. Кейін үй иесі имаммен бірге құптан намазын өтеу үшін мешітке кетеді. Әйелі дастарханды үйді жинап жүріп, кенет сөренің үстіне қойған ақша есіне түседі. Қараса, қойған орнында жоқ. Іздейді, бірақ таба алмайды. Бір уақытта ері келеді. Жағдайды баяндай келе, Алла біледі, ақшаны имам алды, себебі бұл үйге одан басқа кіріп шыққан жан баласы болған жоқ деп әйелі өз ойын айтады. Мұны естіген үй иесі имамға қатты ренжіп ашуланады. Дін адамының мұнысын ес, атына лайық па деп көңілі қалады. Имамға ештеңе деместен одан барынша алшақ жүреді. Күндер өтіп, келесі жылы да Рамазан келеді. Әдетінше, ауыл тұрғындары молданы кезек-кезек үйіне шақырып ауызашар береді. Сөйтіп, кезек өткен жыл ақшасын жоғалтқан үй иесіне келеді. Үй иесі: «Ханым, әлбетте мен имамға өте ренжулімін. Бірақ пенде ғой, мүмкін бір мұқтаждығы болған шығар. Бізге айтудан тартынған шығар. Ақшаны мұқтаждықпен алған шығар. Садақамыз болсын. Біз оны бұл жолда ауызашарға үйге шақырайық» дейді. Әйелі де солай ойлайтындығын айтып, имамды үйіне шақырады. Ауыз ашылып, тамақ желінгеннен кейін шай үстінде үй иесі: «Ұстаз, бір жылдан бері өзіңізге деген салқын қандылығымды байқап жүрсіз бе?» деп сұрайды. Имам: «Я, байқап жүрмін, бірақ себебін әлі күнге дейін түсіне алар емеспін» деп жауап береді. Үй иесі: «Ұстаз, өткен жылы сізді Рамазанда ауызашарға үйге шақырған едік. Сол ауызашарда сізді қонақ еткен бөлменің шай ішуге арналған сөресінің үстінде бір шама ақша қалып қойған еді. Кейін таппай қалдық. Егер ақшаға мұқтаждығыңыздың бар екендігін бізге айтсаңыз да берер едік қой. Міне сол себепті сізге ренжулімін» дейді. Бұл сөзді естіген имам егіле жылапты. Үй иесі ыңғайсызданып, айтқанына өкініп сасқалақтай бастағанда имам: «Құрметті бауырым, мен сенің ұр еткеніңе жылап отырған жоқпын. Бір жылдан бері анау төрде ілулі тұрған қасиетті Құран кәрімді бір ретте ашып оқымағандығыңа жылап отырмын. Себебі сол кеште сіздер бөлмеде жоқ кездеріңізде терезеден соққан жел ақшаларыңызды жерге ұшырып түсірді. Мен оларды жерден алып, жинап бүктеп ілулі тұрған Құранның ішіне салып қойған едім» деген екен. Бұл қарапайым ғана оқиға болғанымен, ішінде бірнеше түрлі тағылым алатын мысалы бар.